Сәлем, қалайсың? Байланыста Ұлықбек ағай. Және біз сенімен бүгін Қазақстан тарихынан 2 июньға дейін, маусымға дейін келген сұрақтарды қарайтын боламыз. Тағы да есіңе салып кетейін, бұл 2 бөлімі, алдыңғы бөлімін осы плейлистте көре аласың. Мынау видеомыздың астында ссылка тұрады, және ол жердегі файлда бүкіл осы ақпараттар бар, және сен соны алып, пайдаланып, жаттап ала аласың. Ал онда бастайық. Бір сұрағымыз мынандай: әскери коммунизм саясатының мәні дейді. Әскери коммунизм ол большевиктер азаматтық соғыс кезінде қолданған саясат, және оның негізгі мақсаты барлық күштер мен ресурстарды қорғанысқа жұмылдыру болады. Және қызыл әскерді қажетті нәрселермен қамтамасыз ету. Енді оның ішіне не кіреді, қандай шаралар кіреді десек, мысалы кәсіпорындарда национализациялау, яғни мемлекеттік меншікке өткізу. Қазақшасын біз оны ұлттандыру деп айталамыз. Яғни сенің жеке меншік заводың болса, оны мемлекет өзі алып алады. Астық монополиясы деген сөз бүкіл азық-түлік саласында мемлекет қана басқаратын болады, және азық-түлік салғырты дегеніміз бар. Азық-түлік салғырты 1919 жылы қаңтарда енгізілген болатын, және оның мәні 70%-ын мемлекетке бересің, өсіргеніңнің 30%-ын өзіңе алып қаласың, және жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі. Негізгі осы жерде әскери коммунизм кезінде бүкіл нәрсеге тыйым салынатын еді, және әскери коммунизмнің нәтижесінде бізде аштық орын алатын еді. Келесі сұрағымыз мынандай: 19 ғасырдың бас кезінде қандай басқару жүйесі енгізілді? Достар, мына жақта жазған сұрақтар ол оқушылардың сұрақтары, мен оларды жай ғана алып копи-паст ете салдым, так что қате-қате жазылған болса айып етпеңдер. Енді айтады, бас кезінде қандай басқару жүйесі енгізілді? Қара, 19 ғасыр ол 1800 жылдардың басы. Енді осы жерде бізде 1820 жылдардағы реформаны айтып жатқанын біле аламыз. 1822-24 жылдары. Енді бұны қандай басқару жүйесі десек, округтік басқару жүйе деп айта аламыз. Және бұл жерде бізде осы Сібір қырғыздары туралы жарғыда округ, болыс, ауыл болып бөлінетін еді. Және бұл реформалар 1822-24 ол хандық билікті жоюға арналған, және рулық басқаруды жоққа шығарған еді. Енді ол хандардың орнына округта аға сұлтандар басқаратын еді, олардың отыратын мекемесі округтік приказ деп айтатын едік. Келесі сұрағымыз бізде 1858 жылы Шоқан Уәлихановтың сапары, балалар ол Қашғарияға барады әрине, және Қашғариядағы бізде оның жазылған еңбегі бар. Қашғарияға қатысты Алтышардың немесе Қытайдың Нанун провинциясы, Кіші Бұхараның шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы деген еңбегі бар еді. Және осы еңбек үшін ол өте үлкен құрметке ие болады. 1860 жылы мысалы үшін Санкт-Петербургте ол орденмен марапатталынатын еді, және әскери шені де жоғарылаған еді. Сол уақытта ол 2-ші Александрдың өзінің қабылдауында болады. Сол уақытта Ресей империясының патшасы болады, және онымен кездесуде Шоқан Уәлиханов осы қазақ халқының жағдайын айтып, және патша шенеуніктері, қызметкерлері қазақтарға жақсы қарауын сұрап еді. Тәуке ханның 7 жарғысы не үшін шығарылды дейді. Негізінде оның басты мақсаттарының бірі ол ішкі жағдайды нығайтып, күш қуатын арттыру мақсатымен жүргізілген еді. Және 7 жарғы бізде Күлтөбеде қабылданған еді, және сол уақыттағы қазақ қоғамының қажеттіліктері не жауап ретінде осы жаңа заң қабылдайтын еді. 300 партиясы дейді. Енді балалар, бұл жерде 300-ге қатысты контекст келген екен. Қандай нақты сұрақтар келген жазылмапты. Егер саған келген болса жазып кетсең болады. Бұл жерде 300 партиясы туралы негізгі ақпараттарды беріп кетсек. Біріншіден, ол 1917 жылы соңында қарай құрылады, және біз оны көбінесе Алаш партиясына бір бәсекелес ретінде, или болмаса бәсекелес деген сөз басқаша айтсақ, оппозициялық партия дейміз. Және бұл жерде 300 партияның мүшелері өзінің партиясын Қазақстанның социалистік партиясы деп атайтын еді. Яғни олар социалистік бағытта болған. Енді кім негізін қалаған? Негізін қалаушы Мұқан Айтбенов деген кісі болған. Ал егер сенен сұраса, 300 партиясының көшбасшыларының бірі десе, сен айтасың, ол Шаймерден Әлжанов деп. Кейін Мұқан Айтбеновтен кейін басшы 300-дің басшылығына Көлбай Тоғысов келеді. Және осы 300 партиясының негізгі орталықтарының бірі ол Омбы қаласы болатын еді. Мысалы, осы Тоғысов келген кезде 300 партиясы Ресейдегі большевиктер, лениндармен одақтаса бастап еді.
Бұлардың газетасы болған. Газетасының аты 300 партиясының газетінің аты 300. Және ол Петропавл қаласында шығып тұрған еді. Мысалы үшін, Алаш партиясының газеті қазақ болса, бұл жерде 300 партиясының газеті 300 болған. Және біз айтамыз, осы Тоғысов қайтыс болғаннан кейін бұл партия адырап кететін еді. Енді қандай идеялар айтқан екен, соған тоқтап кететін болсақ. Бұның басты идеяларының бірі түрік татар халықтарын біріктіру және Ресей Республикасының федеративтік құрылысын талап ету. 300-діктер енді айтады, ұлттық мәселелерді шешу түркі татар федерациясын құрудағы мұсылман халықтардың түркілік идеясын негізінде біріктіруде көрген еді. Бұлар айтады, осы түркі болып біргейік дейді. Және бұларға негізінде Алаш емес, көбінесе Түркістан автономиясы жақынырақ еді. Түркістан автономиясына ұқсаған болсын дейді. Енді 300-дің құрамында болған атақты палуан бізде балалар Қажымұқан еді. Шоқан Уәлиханов туралы контекст келген екен, достар, және бұл жерде тоже бір маңызды ақпараттарды айтып кетейік. Қандай сұрақтар келгенін нақты жазғанын көрдім, бірақ толық емес екен. Сондықтан былай жалпылама ақпарат айтып кетейік. Шоқан Уәлихановтың өмір сүрген жылдары 35-65, 30 жыл өмір сүреді, оны бәріміз білеміз. Ол балалар, егер туылды деген болсақ, ол туған жері, туылды емес, туған жері Құсмұрын, және біз айтамыз, оның шын аты Мұхаммед Қанапия еді, еркелетіп оны әжесі мысалы үшін Шоқан деп атайтын еді. Егер сендерден сұраса, оның балалық шағы қай жерде өтті десе, сендер дейсіңдер Құсмұрын мен Сырымбет дейсіңдер. Ал Шоқанның нағашылары ол Баянауылдың өлкесіндегі атақты Шормановтар болатын еді. Ал әжесі оның Айғаным болатын еді, тәрбиені осы кісі береді. 1847 жылы балалар ол омбы кадет корпусына түседі, және сол жерде мысалы Потанин деген кісімен танысады. Негізде Потанин дегеніміз өте атақты орыс ғалымы, атақты дегенде қазақтар үшін өте маңызды ғалымы. Кейін бұл кісі Әлихандарды қолдайтын болады осы партия құрып, автономия құрып жатқан кезінде. Енді достарына келетін болсақ, Шоқан Уәлихановтың ол Достоевский, Майков, Бутовский, Курочкин деген кісілер болатын еді. Енді осының бұл кісінің шығармалары бар. Мынақты шығармаларының тізімі бар, соны міндетті түрде жақсылап жаттап ал. Енді саған айтады, осы шығармалардың ішінде қайсы біреуінің ішінде біз оның Шоқанның басқаруға қатысты көзқарастарын көре аламыз. Мына 3 бастапқы еңбегінде балалар ол басқаруға қатысты еңбектері болатын еді. Бізде Шоқан Уәлиханов қайтыс болғаннан кейін оған ескерткіш қойған жер аударған поляк революционер Леопольд Ластовский деген кісі еді. Веселовский оған Шоқан Уәлихановта шығыстану ғылымның аққан жұлдыздай жарық етті де жоқ болды деп айтқан кісі осы Веселовский. Енді қарап, осындай аққан жұлдыз деген трилогияны кім жазды десе, Шоқан Уәлиханов туралы сен айтасың, Сәбит Мұқанов жазды дейсіңдер. Және бұның ескерткіші бізде Омбы қаласында болады. Енді қараңдар, бұл қай жерде қайтыс болды деген сұрақ бар, және біз айтамыз, бұл жерде Алтын Емел жотасындағы Көшен Тоған деген Тезек төренің ауылында қайтыс болады. Сол жерде ауырып қалады, және өкінішке орай сол жерде 30 жасында қайтыс болған еді Шоқан. Енді мынандай сұрақ бар екен, 16 ғасырда қазақтар туралы жазба деректер кездеседі, неміс дипломат жазбаларында дейді. Семей полигонын шектесіп отқан облысы дейді. Енді қараңдар, біз айтамыз, ол Семей полигонының бұрынғы Семей облысының Абралы ауданы, яғни Семей облысы, Павлодар облысының Май мен Аққу ауданы, яғни Павлодар. И үшіншісі балалар ол Қарағанды облысының Егінді бұлақ деген және Қарқаралы ауданында қамтып жатқан еді. Және осы 3 облыс қосында Семей, Павлодар және Қарағанды облыстары. Егестром реформасының жөніндегі дұрыс дайығы дейді. Бұл айтыпты Орынбор шекаралық сот пен расправа құру, ол шынымен де рас. Және бұл оқушының варианттарды есінде екен, сол себепті оның жауаптарында қалдырып кетті. Егестром Сырымды атылуының көтерілісі кезінде хандық билікті жоюды ұсынған кісі еді. Және хандық билікті жойып, шынымен де Нұралын алып тастайды ғой, Нұралын алып тастап, кейін шекаралық сотқа билік береді. Кейін болмай кетеді, сөйтіп Егестром реформасы сәтсіздікке ұшырап, билік шекаралық соттан Нұралының біріншісіне Ералыға беріледі. 67 жылы дейді, 67 сұрақ айтады, Кенесарыға көмектескен ұлы жүз батырлары, біз бұны BTS деп жаттайтын оқушылармен, ол Сұраншы Байсейіт Тайшыбек, наконец-то біреуге пайдасы тиген екен. А так обычно жаттаймыз да, и көп ұзақ бұл сұрақ кездеспеген.
15 ғасырдың 30 жылдары билікке келген хан балалар енді өзі жауабында жазып қойыпты Есенбұға деп балалар, ол Моғолстанда деген шығар, Моғолстанда. Ондай болса шынымен де Есенбұға болады. Және Есенбұға біз үшін не үшін маңызды? Есенбұға біздің Керей мен Жәнібекті осы Моғолстан жеріне қабылдап алып, шу мен талас жерлерін беретін еді. Өркениет ошақтарын сәйкестендіру. Ой, мен осы тақырыпты өткен кезде всегда ойлайтынмын, осы балаларға бір артық информация бермей жатырмын ба екен, мынау сұрақ. Енді спецификацияда бар тақырып, бірақ аз кездеседі, сөйтіп уайымдайтын едім. Енді қараңдар, бұл жерде біз айтамыз Маргуш деген ошақ, ол бізде екі негізгі қаласы болады, Намазга-депе мен Алтын-депе, ал астанасы дейтін болсақ, ол Гонор болады. Мысалы, Хорезм дейтін болсақ, Хорезмнің астанасы топырақ қала, ол жерде сәулетті сарайлар табылатын болады. Ферғанада бізде Александрия Есхата деген қала болатын. Ол бізде шеткі Александрия деген сөзді білдіретін еді. Шашта ең басты қаласы әрине Ташкент, Жетісуда Алматы ең басты қаласы, ал мысалы Сырдария аймағындағы бірнеше қалалар бар, олар Сауран, Созақ, Сығанақ, Түркістан, Сайрамның екінші атауы Испиджаб, және Түркістанның екінші атауы бізде Яссы деген қалалар болатын еді. Азаматтық соғысының алғашқы ошағы дейді, ол Орынбор, және Орынбор азаматтық соғыс кезінде бізде Дутовпен байланысты. Және осы Дутовпен біздің алашордалықтар да тығыз қарым-қатынаста болатын еді. Келесі 71-ші сұрағымыз айтады. Қазақтардың жартысынан көбін қыруға себеп болған саясат, ол ұжымдастыру бізде 1927 жылы қабылданып, 15-ші съезде қабылданған еді. Ол кезде Қазақстан басшысы Голощекин деген кісі болатын. Ең алғашқы жылқыны қолға үйреткен мәдениет, енді оны бәріміз білетін шығармыз, ботай-терсек мәдениеті, оны бізде 20 ғасырдың 80-ші жылдарында зерттеген ғалым, ол Зайберт болатын еді, солтүстік Қазақстан жеріндегі қоныс болатын. 73-ші сұрағымыз мына жақта қазақ хандарының алғашқы орталығы болған және сауда айлағы. Енді қараңдар, мына алғашқы орталығы болды десе, көбі Қозыбасы дейді. Бірақ мына жерде сендерге тағын қосымша подсказка беріп тұр, ол сауда айлағы деп тұр. Сауда айлағы десе, ол значит Сығанақ қаласы болады. Так, 74-ші сұрақ мынандай дейді. Бірінші контекст тоталитарлық режим дейді, және ол жерде Долинка туралы сұрақ келді дейді. Долинка деген ауыл, ол балалар бізде Қарлақтың негізгі орталығы болған жер еді. Ғұндар контекст дейді, картада көрсетілген мемлекет, ғұн мемлекеті депті. Кейін, Тәңірқұттан кейін, Тәңірқұт дегеніміз ғұндардың басқару лауазымы, әлде болмаса оны Шанюй дейміз, Так, Шанюй. Шанюй. Және сол Шанюйден кейінгі лауазымдар кімдер? Ол кіші хандар. Кіші хандардан кейін балалар ол бізде төмен басылар келетін еді. Төмен басыларда 10 000 әскер басқаратын еді. Және кіші хандар бізде сол жақтың кіші ханы, оң жақтың, яғни оң қанат, сол қанаттың кіші ханы бар деген сөз. Батыс, шығыс деп бөлінетін еді. Енді шығыс Қазақстан мен Жетісуда құрылған ғұндардың мемлекеті дейді. Балалар, ол бізде Юйбань мемлекеті еді. Қазір көп байқап отырмын, балалар, оқушылар Юйбань мен Юэджиларды шатастырады екен. Шатастырмаңдар. Юйбань ол ғұндардың мемлекеті. Юэджи ол вообще бөлек мемлекет и бөлек халық. 133-26 жылдары кім биледі дейді. Бұлай болады, ол жерде ол Қытай императоры Узи дегенсі ғұндарға шабуыл жасайды, және бұл жерде ол қытайлықтар жеңеді, және ғұндар үйсіндермен бірге ғұндарға шабуыл жасап, ғұндарды жеңетін еді. Және сөйтіп ғұндардың мемлекеті ыдырап кетеді, бір бөлігі, яғни оңтүстік ғұндар Қытайдың қол астына кіреді, ал солтүстіктегілер балалар, олар батысқа қарай қашып кетеді, Қазақстан жақ қарай. Кейін дейді, мынандай сәйкестендіру бар дейді. Мөде, Саян, Алтай, Жоғары Енисей тайпаларын жаулап алды дейді. Ол реттілікпен қойған кезде мына бірінші болып тұрады дейді. Соны ескеріп қойсаң болады. Шынымен де Мөде ол осы ғұндардың мемлекетін біріктірген кісі БЗБ 3-ші ғасырдың соңында, әлде болмаса БЗБ 209 жылы деп айтамыз. Үйсіндер Тянь-Шань мен тағы бір жерге кімдердің кесірінен ығысты дейді. Ол балалар жужандар олар дейді, ығыстыратын болады. Келесі сұрағымыз айтады, 2016 жылы 150 жылдық кімдікі атап өтілді? Әлихан Бөкейхановтікі, потому что 1886 жылы дүниеге келді деп айтамыз. Бір айда 5 рет ғарышқа болған ғарышкер дейді. Ойбай, мынандай сұрақта бар,
балалар бұны енді көп біле бермейді, негізінде бар ол да бағдарламада, ол Талғат Мұсабаев балалар. Ол значит бір айдың ішінде осы 5 рет болады, 5 рет деген сөз 30 сағат 8 минут болатын еді. Және бұл Гиннес рекордына енген оқиға. Негізінде космонавтарға қатысты айтатын болсақ, Юрий Гагарин бізде 61 жылы 12 сәуірде Восток ғарыш кемесімен Байқоңырдан ұшқан еді. Бұл бірінші рет ғарышқа ұшқан адам, иә. Кейін бізде тағын неміз бар, ғарышкеріміз бар, ол Тоқтар Әубәкіров. Және ол да бізде ғарышкер. Оның тағын ол КСРО-да алғаш болып МиГ-29К деген истребитель Тбилиси авиациясы крейсердің алаңқайсына үлкен шеберлікке дәл қондырды. То есть үлкен кеме, үлкен енді самолет болған ба айтқанда, соны қондыруда ерекшелік көрсеткен Тоқтар Әубәкіров болады. Енді 17-18 ғасырдың арасында болған заң. Мына жақта бір оқушы 19 деп қойыпты, енді мен 18 шығар деп ойладым. Ол Тәуекеннің 7 жарғысы болады. Мына жақта айтады, Жәңгір ханның мәдени саласында тигізген пайдасы дейді. Ең көп айтылатыны, мысалы үшін 1835 жылы мешіт ашты дейміз, 41 жылы ол зайырлы, ең алғашқы зайырлы мектеп ашады дейміз Қазақстан жеріндегі. Негізінен мына жақта мынау тізбеде саған Жәңгір ханның істеген әрекеттерін көрсетіп қойдық. Ол именно осы әртүрлі салада, мысалы үшін денсаулық сақтауда не істеді дейді. Сен айтасың, ол аурухана мен және дәріхана ашты деп айтасың. Келесі сұрағымыз, ол Исаев Сталинге хат жазды дейді. Шынымен де хат жазады, және ол жерде балалар Исаев айтады, Голощекинді Қазақстанның бірінші партиялық басшысы лауазымынан алып тастауды ұсынады, себебі ол уақытта бізде ашаршылық болып жатыр еді, ұжымдастыру өте қорқынышты салдар алып келген еді, және сол себепті Исаев осы Голощекинді алып тастауға ұсынған еді. Действительно, кейін Голощекинді алып тастайды и атып тастайды. 85-ші сұрағымыз айтады, ғұндардың патшасы Мөдеге Қытай ханшайымының қай билеушісі берді дейді балалар. Ол Гауди деген билеушісі болды. Қараңдар, бізде бағана Уди деген билеушісі болды ғой, ол кейінірек болған. Басында Гауди деген билеуші болған, және Гауди ол қытайлықтарда хан әулетінің негізін қалаушы дейді. Сол БЗБ 200 жылы ғұндарға өзінше шабуыл жасайды, бірақ бытыс болып жеңіліп тұтқынға түсіп қалады. Сол кезде ол аман қалу үшін Мөдемен бірге бейбіт келісімге келуге мәжбүр болады, және Қытай ханшайымын, яғни өзінің қызын беруге мәжбүр болатын еді. 86 жылы түріктердің негізін қалаған кісі дейді, оны бәріміз білеміз, енді Бумын қаған. 580 жылдары түріктердің аумағы дейді, ол Манчжуриядан Босфорға дейін. Негізі енді 580 деп айтпаймыз, біз былай айтамыз, қараңдар. 6 ғасырдың 70 жылдары, ол деген сөз 570 жылдарға қарай осы Манчжур мен Босфорға дейін жетеді. Ал 6 ғасырдың 80 жылдары ол түрік қағанаты Парсы елімен бірігіп эфталиттерді, или болмаса аққондарды қарсы күресетін болады. Бұл Иштемей қаған кезінде болатын еді. 88 дейді, мынақты Ақ Орда түрік Бөкей ордасын басқарған адамдарды сәйкестендіру дейді. Енді қараңдар, Бөкей ордасында бізде қандай хандар бар? Бөкей хан өзі негізін қалаған осы. Бөкей қайтыс болғаннан кейін оның енді уақытша басқарушы Шығай болады, одан кейін Жәңгір деген баласы отырады. Осы Жәңгірге қарсы бізде Исатай мен Махамбет көтеріліске шығатын еді. Келесі Ақ Орданікі Ерзе мен Мүбәрак. Осы Ақ Орда осы Ерзе мен Мүбәрак кезінде бөлім шығып жатқан болатын еді. Ұрыс хан кезінде мықты болатын еді. Барақ хан Ақ Орданың соңғы ханы. Түрік қағанатының билеушілері енді бұлар Бумын, негізін қалаушы, Мұқан мен Иштемей күшейе кеткен қағандардың бірі болады. Иштемейдің екінші атауы бізде Дизабул. 89-шы сұрағымыз айтады, Кенесары есет көтерілістерді сәйкестендіру, типі Ақмола бекінісін өртеп жіберген, Елек өзенінің бойындағы көтерілісті басқарған и тағы біреу дейді. Бұл жерде достар былай ғой. Негізінде Кенесары Ақмоланың бекінісін өртеп жібереді 1838 жылы, Елек өзенінің көтерілісін басқарған. Мына жақта Жанқожа деп қойыпты балалар, ол Жанқожа емес. Бізде Жоламан Тіленшіұлы. Жоламан Тіленшіұлы. Енді қараңдар, осы Жоламан Тіленшіұлы бізде Тіленшіұлы. Ол басқарған, бірақ енді бізде мынандай нәрсе бар да. Бұл жерде енді Жоламан жоқ қой.
оның орнына Есет бар. Есет те Елек өзенімен байланысты. Мысалы 1838 жылы Есет батыр ресейлік Елек өзенінің бекінісіне шабуыл жасауға қатысатын болады. Және оның осы ерекшелігі бар. Енді қараңдар, мына бәрі 1838 жылы болып жатқан оқиғалар ғой. Енді мен ойладым, мыналардың қатысы тағы 1838 жылға дейін Исатайдың да қатысы бар ғой. Ол жерде Ақбұлақ және Қиыл өзендерінің бойында шайқас болады. Және сол шайқаста, Ақбұлақ шайқасында бізде Исатай қаза табатын еді. Иә. Мына осындай шығар деп енді болжадым. Мына жақта енді негізінен нақты берілмеген. Азғыр полигоны қай жерде орналасқан? Достар, ол Каспийдің маңында, Атырау облысында орналасқан еді. Ол жерде 17 жерасты ядролық жарыстар жасалған еді. Өзбек ханның билік құрған жылдар 1312-1342 жылдары. Алтын Орда мен Хулагу арасында талас тудырған жер дейді. Негізінде бұлар Кавказ жақтар үшін күрескен, оңтүстік Кавказға күресті бізде Берке хан бастап еді. Және біздің тағы бір ерекшелік, бұл жерде хулагуиттер мен алтын ордалықтар негізінде Тербиз қаласы үшін таласқан. Ол бүгін Әзербайжан жерінде. Не үшін ол жаққа таласқан десеңдер, ол жерде сауда жолдары түйіскен деп айтамыз. Күнге табыну бар элементтері сақина табылған жер дейді. Бізде балалар қараңдар, алтын адамның оң қолынан осы жүзік табылады және сақина табылған. Ол жерде күн құдайының тайпаларын көсемдері үшін келісім берген көрсетеді. Енді қара. Бұл алтын адам бізде есікте табылған еді, және бұл жерде как раз таки сол есік деп айтамыз. Үйсіндердің территориясына келетін болсақ, ол балалар бізде Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань аумағында болатын еді. Келесі азамат соғыс жылдарында қару-жарақ, оқ-дәрі тасыған дейді. Ол Әліби Жангелдин болады. Ол жерде ол Лениннің нұсқауы бойынша бірінші Ақтөбелік майданға оқ-дәрі аттандырылатын болады. Тәуке ханның билік құрған жылдар 1680-1715-18. Өзбек ханның билік құрған жылдар 1312-42. Ол Алтын Орданың ханы, және именно осы кісі бізде Алтын Ордада мемлекеттік дін ислам деп жарияланатын еді. Енді мынандай сұрақ депті, қараңдар. Олар үйсіндермен соғыста кімдермен бірікті? Қарлұқ астанасы деп қойыпты. Мына жерде енді қателесіп кеткен шығар, ол Қарлұқ емес, Қаңлы шығар. Қаңлылардың астанасын сұрап жатыр. Ол достар Бетянь болады. Жақсы. Біз айтамыз, БЗП 47-46 жылдары солтүстік ғұндардың билеушісі үйсіндерге қарсы қаңлылар қолдау көрсетті солтүстік ғұндарға. Бірақ кейін осы ғұндар мен қаңлылар ұрысып қалып, уже қаңлылар Қытаймен одақ жасайды ғұндарға қарсы. Және тағы мынандай ақпарат бар, бізде 5 ғасырда қаңлылар Қытай императорының сарайына елшілік жіберіп отырған дейміз. Жанқожа, Есет, Кенесары көтерілістері контекст дейді. Олардың жылдарын сәйкестендіру дейді. Енді қараңдарда, бізде енді Кенесарының көтерілістері нақты жылдары болса, Жанқожа мен Есеттің көтерілістерінің жылдары жоқ. Бірақ енді мен мына жақта негізгі болған оқиғаларын жазып кеттім, достар. Енді бір ерекшелігі, Жанқожа, Есет, бұл екеуі бізде Хиуа, так, Хива, мына жаққа жаза берейін. Хива, менде сәл қатып қалып жатыр ғой деймін. Хива, Қоқант деген сияқты мемлекеттерге қарсы көтерілістер ұйымдастырған, и плюс еще Ресейге де қарсы көтеріліс ұйымдастырған. То есть былай қарасаңдар, бұлар үш жаққа қарсы күрескен, иә. Именно Жанқожа мен Есет. Кенесары ол көбінесе Ресей мен Қоқантқа қарсы деп айтсақ та болады, оның әрекеттері бағытталған. Енді қараңдар, мына жақта тағы бір байланыс жері 1845 жылы Жанқожа Кенесарының өтінішімен қоқандықтардың Созақ бекінісін басып алуға көмектесетін болады. Так, мына жақта тағы бір маңызды оқиғалар, негізінде қарасаң қарап кетуге болады, бірақ енді бұның қайсысын келетін нақты мен де білмеймін. Қараңдар, тағы бұл жерде не нәрсеге назар аударамыз. Мына 30-40 жылдары Жанқожа Нұрмұхамедұлы, ол бізде именно Хиуа, Қоқантқа қарсы күреседі. Мына жерден бастап, 50-ші жылдардан бастап, Жанқожа уже орыстарға қарсы күресетін болады. То есть басында ол Хиуа, Қоқантқа қарсы күреседі, кейін орыстарға қарсы. Мысалы, Кенесары наоборот, Кенесары бірінші орыстарға қарсы күреседі, кейін Қоқанға қарай жылжи бастайды. Енді Есет туралы айтып кететін болсақ, біз бағана Есетті айттық. 1838 жылы ол Жоламан батырмен бірге орыстардың Елек бекінісіне шабуыл бастады деп айттық.
Мына жақта да тағын бізде есет көтібарұлының жасаған әрекеттері бар. Бұлардың барлығының есет пен Жанқожаның көтеріліс болып жатқан аймағы ол бізде Арал маңында. Және бұның да көтерілістері Хиуа қоқанға қарсы, Ресейге де қарсы болатын еді. Бірақ ең бір ерекшелігі Есет батыр ол соңында Ресейдің билігін мойындайтын еді, және ол бейбіт келісімге келеді Ресеймен, және Торғай облысында Ырғыз уезінің бастығының көмекшісі болып отыратын еді, уездік көмекшісінің басшысы болып. Мына Арал маңы дегенді айттық. Енді айтады, Кенесары кіммен туыстас болды дейміз. Кенесары бізде достар, ол Кенесары Қасымның ұлымен туыстық қарым-қатынаста болды. Кенесары Жанқожаның қызына үйленген еді. Мына осындай сұрақтар енді барынша түсінікті болған шығар деген ойдамын. Сұрақтарың бар болса, міндетті түрде жазып кетіңдер. Комментарийда көбі қолдап жатыр екен, үлкен рахмет. Балалар, барлықтарыңа сәттілік. Файлды ұмытпайық, файл бізде достар, мынау описание деген бар, мынау YouTube-тың астына қарасаңдар, еще деп тұрады, сол еще бассаңдар, сол жерде ссылка көресіңдер. Сол ссылкамен басып жүктеп алсаңдар болады. Негізі бір рет жүктеп алсаңда, кейін соны қарап тұрсаңдар, сол файлды мен сол файлға қалған слифтарды жүктей беретін боламын. Міне осындай. Жақсы, ондай болса барлықтарыңа рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болайық. ұбт-ларыңды жақсылап тапсырып алуларыңа тілектеспін.